Сынақты Құдай тағала не үшін береді? Мынандай керемет хадис оқып қалдым мен. Енді мағынасын қараңызшы. Бұл сахих риуаяттарда келетін хадис. Былай келеді. Алла тағала кейбір пендесінің жұмақтағы орнын белгілеп қояды дейді. Мысалға, жасұлан жұмақтың мына жеріне келу керек деп Алла бекітіп қояды дейді. Бірақ пенденің істеп жатқан амалдары оған жетпейді дейді. Жетпеген кезде Алла тағала оны сабыр қылғызып, оның басына сынақ жіберіп, сол жәннаттағы мекеніне әкеліп жеткізеді дейді. Хадис. Ойлаңызшы. Демек сынақ не үшін келеді? Сіздің жәннаттағы орныңызға сізді жеткізу үшін келеді. Өйткені біз аз істеп жатырмыз. Істей алмай жатырмыз, ұмытып кетіп жатырмыз, селқостық танытып жатырмыз. Демек бұл жағынан қарайтын болсақ, мейірім. Бір. Екіншіден, сынақтың артында үлкен бір хикмет бар, сөзді түзеу бар, үлкен бір жақсылық бар, бірақ біз оны кейбір кезде көрмейміз. Бір ғалымдар айтады кітаптарда, Алланың ісі жаман болуы мүмкін емес дейді. Алланың ісінде не хикмет болады дейді, не даналық болады дейді, не әділдік болады дейді, не мейірім болады, не рахым болады дейді. Жамандық